Әйелде қайын жұрт болмайды. Тарата жүріңіздер. Әйелдің үш жұртын айтып бере аласыз ба? Әйелдің үш жұрты, қайын жұрты, өз жұрты, нағаш жұрты. Басқа не? Дұрыс емес. Дұрыс емес болса, рахмет. Рахмет. Өз жұрты, қайын жұрты, нағашы деген болмай ма? Білмейді кеп. Үш жұрты? Жоқ. Білмейсіз ба? Өз жұрты, нағаш жұрты. Дұрыс па, жалпы келе жатырмын? Айта беріңіз. Білмедім, осылар біледі екен. Қайын жұрт, өз жұрты, нағашы жұрты. Құрметті алаш жұрты, біздің көрермендеріміз шатасып жатыр. Әйелде қайын жұрт болмайды. Қайын жұрт және өз жұрты деп атқанымыз ол бір жұрт. Әйелде үш жұрт бар, жалпы. Бірінші өз жұрты дегеніміз, яғни келген жері, келін болып түскен жері, ол өз жұрты болады. Әйелде қайын жұрт болмайды. Екінші жұрты нағаш жұрты, үшінші жұрты ол төркін жұрты. Ал енді жігітте үш жұрт бар, білесіздер. Өз жұрты, нағаш жұрты, қайын жұрты. Тағы да қайталап айтамын, әйелде қайын жұрт болмайды. Тарата жүріңіздер.